Егінге алғаш болып Орақта әдеттегідей қазғұрттық шаруалар салды. Түркістан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев киелі мекендегі науқанмен арнайы барып танысты. Осыдан 20 жыл бұрын құрылған бұл қожалықтың меншігінде 2,5 мың гектар егістік жер бар. Былтыр шаруалар 2700 тонна бидай өнімін, 320 тонна мақсары, 450 тонна арпа жинапты. Бұл негізінен ұрықтық, келесі жылға ұрықтық бидайлар есебінде тастап отырмыз. Түсімі әзір 20 центнерден асып түсіп жатыр. Бұл әрине паровой поле. Пар танабы дейді ғой, содан түсіп жатырғаны. Ал енді бұдан кейінгі бидайдан кейінгі егілген жерлер төмендеу болады. Басқасы болса 15 пен 20 центнердің аралығында өнім жоспарлап отырмыз. Биыл түсім жылдағыдай емес. 500 гектарға жазғы бидай, осыншал қапқа көзгі бидай еккен шаруалар қазір гектарынан 15-20 центнерден өнім алуда. Былтыр күн райы қарасып, әр гектардан 25 центнерге дейін астық жиналған еді дейді шаруалар. Нәпақасын жерден іздеген қауым соңғы 20-30 жылда болмаған қуаңшылық астық түсіміне кері әсер етеді дейді. Су жағынан бізде шында тапшылық бар енді. Сондықтан біз екінші саласы бар суларды жинап, тоғандарды, су қоймаларын көбейтуге бағыт бұрдық. Айтып жүрген 26 су тоғаны дедік. Саламыз деп жоспарладық. Биылғы жылы облыста 233 мың гектардан астам жерге масақты дақылдар егілген. Оның 191 мың гектары бидай болса, 42 мың гектар арпа. Бүгінде осы алқаптардан 26 мыңнан аса тонна арпа мен бидай жиналып отыр. Бүгінгі таңда көктем дала жұмыстарына бөлінген 37 мың тонна жанар-жағармайдың 90% тауар өндірушілерге таратылды. Сонымен қатарына жеңілдетілген бағамен берілетін минералды тыңайтқыштардың 76% тауар өндірушілерге таратылды. Аймақ басшысы шаруаларға астықты төкпей шашпай жинап алып, дер кезінде экспортқа шығару қажеттігін тапсырды. Бұйыртса, күнгей шаруалары дәнді дақылдардың әр гектарынан 16 центнерден, яғни 374 мың тонна өнім жинайды. Бұл мамандардың алдын ала жасаған болжамдық есебі. Науқан тамызға дейін жалғасады.